Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай тандыр самсаға ұқсас гармошка самса жасаймыз. Жасау жолы өте оңай, дәмі енді тура тандыр самсаның дәмі секілді, іші сочный, барлығы да пісіп шығады. Жасап көреміз. Енді бізге керегі ұн, сары май ерітілген 100 грамм, 2 бас пияз, фарш, сүт, татымына қарай тұз, қара бұрыш қажет болады. Барлығын видеодағыдай мен секілді жасасаңыздар өте керемет самса шығады. Мінекей қыздар, 100 грамм ерітілген сары майымызға 200 мг сүт, 100 мг жылы суымызды қосып, үстіне жарты қасық ас қасық тұзымызды қосып, араластырып, нанымызды илей бастаймыз. Ұнды бірден қоспаймыз, қыздар. Ұнды 2 бөліп немесе 3-ке бөліп қосамыз. Мен алғашында осындай үлкен қасықпен араластырып, жұмсақ қамырдың басын біріктірдім. Мінекей қыздар, қамырым иленіп болды. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Енді осы қамырды 4-ке бөліп, тоңазытқышқа 15-20 минутқа тындыруға қоямыз. Сыртын пищевой пленкамен орап қойды ұмытпаңыздар. Ал енді қыздар, ендігі салмамызға кірісеміз. Пиязымызды майдалап турап, 4 бұрыштап фаршымызға қосамыз. Мінекей барлық пиязды турап болдым. Енді салмамыздың дәмдеу үшін қосамыз. Мен үнемі самсаға тек қана қара бұрыш пен тұз ғана қолданамын. Самсамыздың салмасын жақсылап араластырып, тұзын көріп, ендігі кезекте нан жаюға кірісеміз. Мінекей видеодағыдай қамырымызды жиырып, екі жақ шетінен осындай гармошка сияқты сызықтар пайда болады. Оқтауымызды ақырындап алып тастаймыз да, қамырымызды осылай жаймендеп ақырындап ашамыз. Ашқан қамырымызды ортасын жиырып, кішкене тағы да сары майымызды ортасына жағып жіберіп, ендігі кезекте салмасын салып, самса түйуге көшеміз. Дәл осы видеодағыдай көрсеткендей, самсамыздың салмасын саламыз. Қыздар, көп салып қойдым немесе аз салып қойдым деп уайымдамаңыздар, себебі бұл самса піскен кезде көтеріледі. Наны көтеріледі. Салмасын аз салып қойып, ішінде жеген кезде еті жоқ болып қалмасын. Салмасын жақсылап салыңыздар. Ендігі самсамызды жауып, артық нандарын кесіп, самсамыздың орталарын қысып,
осылай капелька сияқты қып жинаймыз. Өте әдемі болып шығады, қатпарлы болып, бетіндегі слойлары әдемі болып шығады. Енді екі жақ шетін қысып, әбден қаттырақ қысып, кері айналдырып, өзіміздің табамызға саламыз. Ендігі сіздерде тағы да қайталап көрсеттім. Енді бұл жол шұқарақ қып жайдым қамырды. Ортасына тағы да ұн сеуіп жіберіп, нанымызды екі жақ шеттен оқтаудан жиырамыз видеодағыдай. Тағы да сіздерге қайталап көрсетіп жіберсек, мынау екінші қамырды мен жайдым. Енді осылай ашып, екінші қамырға, бірақ мен сарымай жақпадым. Сарымай жақса да болады, жақпаса да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Ендігі дайын болған самсаларымыздың үстінен жұмыртқа мен сүтті қосып, үстіне жағып, менде күнжут бар үйде, сол күнжутты сеуіп, қызып тұрған пешке саламыз. 200 градуста 25-30 минуттың ішінде пісіп шығады самсамыз. Мә, қыздар, қараңыздаршы, мен бірінші пісірген самсамды бала шағам талап жеп қойды да, екінші салған самсамды сіздерге көрсетіп отырмын. Өте сондай сүйкімді, дастарханның сәнін келтіретін осындай гармошка самсаны дайындаңыздар. Менің каналыма қолдау білдіріп, қазақша контентті дамытуға үлес қосыңыздар. Осындай дәмді тағамдарды бала шағаларыңызға, туған туыстарыңызға, жақын адамдарыңызға дайындаңыздар. Махаббатпен дайындаған Айгерім сіздермен бірге. Көріскенше достар, келесі видеода қандай рецепт көргілеріңіз келеді, астына комментарийға жазып өтіңіздер. Сіздердің сұрауларыңызды мен дайындайын.